Сәлем достар, біз Кенен Әзірбаев атындағы Жамбыл облыстық филармониясындамыз. Бұл өнер ордасы көптеген таланттарды елге танытқан сонда бір берекелі ұжым. Бұл ұжымда өнермен қатар тұрмысты да бірге қатар алып жүрген біздің өнерлі аға әпкелеріміз, әріптестеріміз қызмет жасайды. Солардың бір қатарына сұрақ жауап алмасатын боламыз. Ендеше бастайық. Бүгін бізде қонақта филармониямыздың ұлт аспаптар оркестрінің көркемдік жетекшісі, дирижері Дулат Байзілдаев және Мадина Байзілдаева. Енді сіздерге қойылатын алғашқы сұрақ: өнер мен тұрмысты бірге ұштастырып жүру қаншалықты қиын, қаншалықты оңай, қаншалықты қызық? Өнер саласында жүргеннен кейін бір-бірімізді түсіну жеңіл. Көбінесе әйел адамдар жаңағы күйеулер қызғанып жатады ғой. Ал менде бір жақсы плюс жағы бар да, мұнда бірге жүреміз, бірге үйге қайтамыз деген сияқты ше. Ондай проблема болмайды бізде. Сол плюс жағы негізінде өте қызық, бірге бір-бірімізді өте жақсы түсінеміз. Достар, бізде келесі әріптестеріміз дәстүрлі өнер мен эстрадалық жанрды қатар алып жүрген біздің күміс көмей, жез таңдай әншілеріміз, дәстүрлі әнші Алмас Қырғызалиев және ол кісінің жұбайы, біздің эстрадалық бағытта керемет ән шырқайтын Разия Нұржанова. Енді сіздерге сұрақ: кім үйде көбірек ән айтып, көбірек музыка ойнайды? Енді үйде көбінесе асханамыз студия ғой біздің. Сол жақтан ол кісінің дауысы шығып жатады. Күніне 4 мезгіл шығады ғой. Сол амал жоқ, мен сыртта өлең айтам. Көбінесе гастрольде мен, үйдегі әнші осы кісі ғой. Микрофонды кешке қарай қосып, мен күніге ән айтам. Таңнан кешке дейін дайындалам. Ол деген бір шетінен даусыңды жаттықтырасың, бір шетіңнен жақсы өзім ән айтқан кезде кайфую. Ішіндегі бәрі шығады. Жынданған кезде өлең арқылы айтып тастаймын. Бізде келесі жұп осы қара шаңырағымыздың эстрада бағытында ән шырқайтын өте талантты, ең жас дуэті Дулат Жасұзақ және Мейірім Хамзина. Сіздерге қойылатын сұрақ: бір-бірлеріңіздің сахналық образдарыңызға сын айтатын сәттер болады ма? Бір-бірімізге сахналық образдарымызға сын айтамыз. Өйткені бір бастан екі бас жақсы дейді. Бір-бірімізге ақыл айтып, бір-бірімізді толықтырып, бұлай етсең қалай болады, бұлай киінсең қалай болады, бұлай жүрсең қалай болады деп, әр сахнаға шыққан сайын, шығардың алдында, дайындық барысында бір-бірімізге ақыл кеңес айтып, толықтырып отырамыз. Негізінде бір-бірімізге ақыл кеңес айтып, образымызға, сахналық киім үлгімізге бір-бірімізге ақылдасып шығамыз және де аса қатты мән береміз. Біздің келесі қонақтарымыз осы ұлт аспаптар оркестрінің мүшелері: бас домбырашы Наурызхан Әбдірахманов және ол кісінің жұбайы домбырашы Айман Шерметова. Жалпы осы өнер жолында ең есте қалған ортақ қызық оқиғаларыңыз қандай? Ең бірінші Астанада конкурсқа барғанбыз, алғаш үйленген кезде. Ол кезде үлкен баламыз дүниеге келген. Сол баланы 3 айлық кезінде тастап, жылатып, екеуміз бірге Астанаға кеткенбіз. Біздің таныстығымызға 20 жылдай уақыт қалды, студенттік шақтан бері бірге жүрміз. Маған әрбір сәт өте қызықты, өте бағалы. Барлық сәтті қызықты деп ойлаймын мен. Біздің келесі әріптестеріміз қазақ оркестрінің мүшелері: қос бірдей домбырашы Рауан Жексенбі және Ақниет Асқар. Сіздерге қоятын сұрағым: бірге өнер көрсету арқылы бір-бірлеріңізді жақын тани түстіңіздер ме? Және осы өнер жолында бірге жеткен жетістіктеріңіз қандай? Біздің ортақ жетістігіміз осы филармония қабырғасында өткен Әбдімомын Желдібаев атындағы домбырашылар конкурсына қатысып, бірге қатысып, сол жерде танысып, одан кейін сөз жарастырып, ары қарай отбасымызды құрдық. Өнер жолында жүріп, әлі де бір-бірімізді тани түсеміз, бір-бірімізден үйренеріміз әлі де көп. Біздің келесі әріптестеріміз ұлт аспаптар оркестрінің бетке ұстар қос бірдей мәдениет саласының үздіктері ұстаз Ержан Рысметов және Сәуле Маманова.
Енді сіздер өнерде қаншама жылдан бері бірге келе жатырсыздар. Арттарыңыздан келе жатқан жас өнерпаздарға, жұп болып жүрген өнерпаздарға қандай ақыл айтасыздар, қандай кеңес бересіздер? Енді өнердегі жұптарға менің айтатын ақылым, жалпы біз Сәуле екеуміз танысқанымызға қазір қарап отырсақ 37 жыл болып қалған екен. Бізді жалғастырған, бізді қосқан негізі өнер, өнерде бірге келе жатырмыз. Келе жатқан жайымыз бар, жақсылығы да бар, негативтері де бар. Бірақ мен негізі айтатыным өнерде ерлі зайыптылардың қандай уровеньде, мына түсіністік мақсатында үйленген өте керемет нәрсе. Ал енді жалпы бір коллективте жұмыс істемеңдер дегім келеді негізі. Ержан екеуміз жаңа айтып кетті, өнерде таныстық деп консерваторияда танысқанбыз. Мұрагер ансамблінде бірге ойнағанбыз кезінде. Былай қарап тұрсан, өмір бойы екеуміз бірге бір коллективте жұмыс істеп келе жатырмыз негізі. Саған не болды Жаңағына Ержан айтып кетті, бір коллективте бірге жұмыс істемеу керек деп. Негізі, егер ерлі зайыптының біреуі бастық болып тұрса, ал екіншісі подчиненный болса, онда шынымен де жұмыс істемеу керек екен. Ал екеуі бірге мысалға біз сияқты оркестрде жұмыс істесе, онда түк қиындығы жоқ деп ойлаймын. Берекет, жауап берейін деп жатырмын. Жауап берейін деп жатырмын. Сөйлесейік та, диалог жасайық. Сұрақ қандай еді өзі? Бола ма? Жалпы негізінде өнер мен жаңағы тұрмыстық қалай? Негізінде қызық маған ше. Студиясына адам кіргізбейді. Иә, негізі. Дедің бе, не десің? Соларды айтайын, ә? Өзің монтажда боласың ғой? Секірінде, үйде досын деп бастады. Міне. Одан кейін сөз жарастырып. Дұрыс па? Білмеймін. Істемеу керек деді ғой, енді мен не деймін? Екеуміз бірге істеп келе жатырмыз. Мен сложно работать, если муж бастық, а ты подчиненный, это сложно. А если одинаковый, без проблем.